Сәкен Майғазиев көптен күткен сүйінші жаңалығын жеткізді. Танымал әнші Сәкен Майғазиев отбасындағы үлкен қуанышты көпшілікпен бөлісті. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Майғазиев жақында немерелі болатынын айтып, көпшіліктен сүйінші сұрады. Өнер иесі болашақ немересінің жынысын жария етіп, гендер патиден үзінді жариялады. Маған ұл болса да, қыз болса да, иманды, білімді, саналы, өнерлі және ең бастысы дені сау болсын деп тілеймін. Алла жар болсын, сіздерге де жұғысты болсын, деді ол. Жынысы жасырылған тортты Сәкен Майғазиевтің өзі кесіп, қуанышты хабарды өзі жария етті. Өнер иесінің әулетінде жақында қыз бала дүниеге келетіні белгілі болды. Бұл жаңалықпен келіндері Адияда бөлісті. Құрметті көрермендер, Сәкен Майғазиевтің бұл жаңалығы көп адамға жылы әсер қалдырған шығар. Өйткені немере күту кез келген ата-ана үшін, тіпті елге танымал адам болса да, ерекше қуаныш. Мұнда артық пафоста, жасандылықта жоқ. Керісінше, қарапайым отбасылық бақыт сезіледі. Ұл ма, қыз ба деп бөлмей, ең алдымен дені сау, иманды, білімді болсын деп тілеуі көпшілікке үлгі болатын сөз. Осындай сәттерде танымал адамдарда біз сияқты ата, әже болуға дайындалып, қуанып толқитынын көресің. Бұл жаңалықтан даңқ емес, әкелік, аталық мейірім сезіледі. Гендер пати жасап, оның елмен бөлісу де қазіргі заманның бір көрінісі шығар. Бірақ мұнда ең маңыздысы отбасының ішкі бірлігі мен қуанышы. Сәкен ағаның бұл қуанышы талай адамға жақсы көңіл-күй сыйлағаны анық. Әсіресе соңғы кезде қоғамда ауыр жаңалық көп болып тұрғанда, осындай жарық, позитивті хабарлар керек ақ. Немере бір әулеттің ғана емес, айналасындағы адамдардың да көңілін көтеретін шаттық. Сол себепті бұл жаңалықты тек бір әншінің жеке қуанышы емес, қарапайым, адамға жылу сыйлайтын жақсы хабар деп қабылдауға болады.